Құрметті тыңдарман, менің каналыма тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Ақ пен қара. Өмір деген қызық қой, жүре берсең көре бересің дегендей, тіршілікте талай-талай тағдырларды бастан өткізеді екенсің. Ойламаған оқыс оқиғалар да болып жатады екен. Кездеспесем деген адамдармен де кездесіп қалып жатасың. Бұл жолы осындай кездесу болды. Біздің аудандық аурухананың бірінші қабатында жақсы жабдықталған 2 люкс палата бар. Мұны ақылы палата деп те атайды. Бұл жақтың кіріп шығатын есігі ғимараттың сырт жағында. Аурулармен араласпайсың. Топырлап келіп кетіп жатқан адам да жоқ, тып-тыныш. Науқастанып қалған адам, аудан басшылары, ықпалды адамдар осы палаталарда ем қабылдайды. Немесе тиісті ақысын төлеген басқа да кісілер де емделе алады. Бөлменің ішінде аурухана төсегінен басқа жазу столы, орындықтар, жұмсақ жиһаздар, теледидар, телефон да бар. Әжетхана шомылғы да ішінде, қонақ үй сияқты. Осыдан біраз жыл бұрын осы люкс палаталардың бірінде емделіп жаттым. Екінші палата бос тұрған. Бір күні сәскеге қарай дәрі-дәрмектерімді қабылдап болған соң дәлізге шығып тұрғам. Сыртқы есік ашылып, қасында кіп-кішкентай әрі қайыстай қатқан қара шалы бар бас дәрігер кірді де, мені көріп сәлемдесті де, әлгі кісіні бос тұрған люкс палатаға апарып жайғастырды. Ағасы, осында 2-3 күн түнеп шығуыңызға рұқсат етемін. Онан әрі мүмкіншілік жоқ деп, бас дәрігер шығып кетті. Сәлден кейін әлгі қара шал маған келді. Келіңіз, отырыңыз деп, жұмсақ диванға жайғастырып, электр шайнекті тоққа қосып, үйден әкелген дәмді шығардым. Ақсақалдан жөн сұрасып отырайық. Қайдан келдіңіз? Қандай науқаспен түстіңіз деп өзім бастадым. Інім, мен емделуге келген адам емеспін. Барар жер басар тауым болмағандықтан, аудандарды аралап, бұрынғы аралас-құралас қызметтес болған дәрігерлерге барып, қонып түстеніп жүрген жайым бар. Бәрібір бұрын оның қызмет істеп жүрген кездегідей болмайды екен. Баяғы көз көргендердің Құдайға қарағандары болмаса, кейбіреулері қабақтарын кіржитіп жақтырмай қарсы алады. Имандылар болса бірер күн үйіне түнетіп, немесе 2-3 күн аурухананың бір бұрышынан қондырып шығарып салады. Үй жоқтың күйі жоқ деген осы. Мына сендердің бас дәрігерлерің Серікқанды да бұрыннан танушы едім. Кезінде көп жәрдемім де тиген. Соны бұлдағандай болып келіп отырған жайым бар. Бір кішкене жұмыс құрқылтайдың ұясындай ұя тауып бере ме деген есек дәммен келіп едім. Бірақ үмітім ақталмады. 2-3 күннен артық түнете алмаймын деген сөзін жаңа ғана өзің естідің ғой деп қара шал бір тоқтады. Көзінде көз әйнек, үстінде көне тоз костюм, шалбар, басына баяғының ескі қалпағы бар. Қария көз алдымда 2 иығын қушиып, белі бүкшиіп, шөкті де қалды, аяп кеттім. Үй жайыңыз, отбасыңыз қайда, неге мұндай күйге түстіңіз деуге дәтім бармай, шай ішіп дәм татыңыз деуден ары аса алмадым. Бірақ ішкі әлемім астан-кестең. Сөз ләміне қарағанда кезінде әжептәуір қызмет істеп, талайларға шарапаты тиген кісі сияқты. Ал енді қартайғанда бұған не болды екен? Осы кезде есік ашылып, менің емдеуші дәрігерім келді. Аққұба өңді, сұңғақ бойлы, сұлуша келген жігіт, ағасының дене бітімі де тіп-тік әдемі. Үстіндегі ақ қалаты оны мүлде ажарландырып жібереді екен. Жуырда ғана Атырау жақтан бізге терапевт болып ауысып келіпті. Есімі Қалижан, өзі қандай көрікті азамат болса, жан дүниесі де сондай сұлу да бай, ақ көңіл, парасатты, өмірді көрген түйгені көп байыпты азамат екені алғаш танысып сөйлескенде бірден байқадым. Оның үстіне біліктілігіне, тәжірибелігіне де тәнті болған жайым бар. 2-3 жылдан бері 2 бүйрегім ашып ауырып әбден мазалай берген соң, аудандық аурухананың бас дәрігері Серікқанға барып жайымды айтқан едім.
Ол маған 2 бүйрегімді УЗИге түсіріп, нәтижесін алып келу үшін облысқа жолдама бергізген соң УЗИден өткем. Ондағы мамандар бір бүйрегіңіз семіп бара жатыр екен, кішірейіп кетіпті деп 2 бүйрегімнің де көлемін жазып берген. Сонан соң бұл нақтаманы алып облыстық бас урологына барып едім. УЗИдің нәтижесін қарап көрді де, ауруханаға жатыңыз, отаның ақшасын төлесеңіз болды, кішірейген бүйрегіңізді кесіп тастай саламын деп күледі. Өзінше қылжақбас біреу сияқты. Көрерміз деп ауданға қайттым. Бірақ отаға түсіп бір мүшенен айырылу іштей қалып тұрмағаным аян. Аудандық аурухананың бас дәрігері Серікқанға келіп жағдайымды айттым. Мәке, деді олы, УЗИдің нәтижесіне қарап отырып. Бізге жақында Атыраудан бір жақсы дәрігер ауысып келген. Сол кісімен кеңесейік. Серікқан телефонмен өзі айтқан дәрігерді кабинетіне шақыртып алды да мені табыстады. Ол мені арнайы кабинетке ертіп барып, кушеткаға жатқызып, 2 бүйрегімді сыртынан әрі түрткілеп, бері түрткілеп, ауырама деп сұрады. Ауырмағанын айттым. Сонан соң ол, сіздің 2 бүйрегіңіз де сап-сау, бірақ беліңізге, омыртқаңызға тұз жиналған. 2 бүйрегіңізді ашытып әсер беріп жатқан сол, деді. Олай болса неге бір бүйрегім кішірейіп кеткен деп таңырқай сұрап едім. Дәрігер, кей адамның бір бүйрегі үлкен, екіншісі кіші болып жаратыла береді. Мен мұны өз тәжірибемнен білемін. Мұндай жағдайды талай рет көргенмін деп менің көңілімді орнына түсірді де қайтадан бас дәрігерге ертіп барды. Бұл кісінің ауруы астрохондроз, бүйрегі сау, деді. Онда бұл кісіні люкс палатаға жайғастырып, өзіңіз емдеңіз деп тапсырды да бас дәрігер мені оған. Өзі 1000 болғыр жігіт екен. Елпілдеп жүріп қабылдау бөлімінен қағаздарымды толтырып люкс палатаға жайғастырды да сол күннен бастап ем-домына кірісті. 10 шақты күнде 2 бүйрегімнің ашып ауырғанын басылып, есімді жиып қалдым. Жаңа келген дәрігердің шынында да білікті маман екеніне көзім жетіп, оған деген құрметім арта түсті. Ол өзі күнделікті қасымда біраз отырып әңгімелесіп кетуді әдетке айналдырып алған. Аз уақытта бұрыннан сыйлас адамдардай достасып кеткен жайымыз бар. Дәрігер Қалижан қара шал екеуміздің әңгімеміздің үстінен түсті. Қалеке, отырыңыз, қарияның сөзін тыңдайық деп мен дәрігерге қарап едім. Ол диванға барып жайғасты да біздің сөзімізге құлақ түрді. Мен қатқан қара шалға қайта көңіл бөліп, аға, дәрігерлермен қатысым болды деген сөзіңізге қарағанда, сіз бұрын бас дәрігер немесе денсаулық сақтау басқармасының бастығы болған сияқтысыз деп сұрадым. Мен облыстық сот сараптама орталығының бас патолог анатомы болып 45 жыл қызмет істедім, бауырым, деді қария. Сол кезде облыстың, аудандардың кездейсоқ кісі өлімі болып жатса, мені шақыртып сараптама жасататын. Бұлайша айтқанда, өлікті сойып, неден өлгенін анықтап беретін бас маман едім. Сот іс қарағанда менің қорытындыма негізге алатын. Сол кездерде көп науқастар жергілікті дәрігерлердің нақтаманы да дәл қоя алмауы салдарынан біліксіздігінен өліп жататын. Мұндайда мен осылай деп шындықты жазып берсем, емдеуші дәрігер сотталып, бас дәрігер жұмыстан қуылуы анық. Мен соларды осындай көп қиындықтан құтқарып қалған адаммын. Аудандық қалалық ауруханалардың бас дәрігерлері менің алдымда құрдай жорғалайтын заманай. Енді міне бәрі де мені елегісі келмейді. Қария ауыр күрсінді де әңгімесін қайта бастады. Тек дәрігерлер ғана емес, милиция, прокуратура, сот қызметкерлері де менің қызметімді көп пайдаланды. Ұрыс жанжалдан кісі өлімі болып жатады. Басқа да қайғылы жағдайлар кездесіп қалады. Сотың бар ма, прокурорың бар ма, қылмыскерлерді ақтап алу үшін немесе қаралау үшін менің қорытындыма сүйенеді. Жалынып, жалбарынып, мына адамды қылмыстан арашалап алсаң десе, өлген адам өлді ғой деп марқұмның өзін кінәлі қып талай қағаз жазып бердік қой. Не бір пендешілік өтті бастан.
Қазір заман да қоғам да өзгерді. Енді сенен оның несін жасырам деп қара шал тағы біраз үнсіз қалды. Ағасы, осы сот сараптама саласында қызмет істеген жылдарыңызда қанша өлікті сойғаныңызды білесіз бе? Деп қалдым мен де бала сияқты асты үстін сөйлеп. Неге білмеймін, білемін. Бүкіл қызмет жылдарында мен 45 мың мәйітті сараптама жасаған маманмын, деді патолог-анатом жай ғана ешкі сойғандай. Аға, біреулерді қылмыстық істен соттан арашалап қалғаныңыз дұрыс шығар. Ал бірақ көпе-көрнеу біреуді қаралап қиянат жасаған кезіңіз болды ма деп тағы бір сұрақты төтесінен қойып жібердім. Жылқы кісінескенше, адам сөйлескенше дегендей, біраз әңгімелескен соң ол кісіге бойым үйреніп, еркін сөйлеп жібергенімді өзім де аңғармай қалыппын. Қара шал да мені жатсынбады.